Қазіргі бізде 5-ші сабақ, бізде переписка, бағасы қанша деп клиент келсе қалай жауап беруіміз керек, боль ашу и қандай жағдайда клиент сізге боль ашады. Осы жайында сабақ болады. Так, қараңыз, сізге қалай жұмыс жүреді? Сіз келдіңіз, сіздің өзіңіздің телефоныңызға, WhatsApp телефоныңызға біз таргет жібереміз. Таргетологтарға айту арқылы WhatsApp-ыңызға адамдар өздері жазады. Саламатсыз ба, бағасы қанша, алғым келеді, қайдан алсам болады деген сияқты клиенттер келеді. Міне, сіз бұл жерде бірінші вариантта не істейсіз? Сіз бірінші вариантта перепискамен клиентке сатасыз. Енді осы жерде қалай сатсақ болады? Переписканы қалай дұрыс сөйлесу керек клиентпен? Қалай деген сұрақ туындайды ғой? Мысалы, сіз тупо бағасы қанша деп клиентке келді, сіз турасында бағасын жібере салсаңыз, онда продажа болмайды. Бағасын сұрадыңыз ба? Корсеттің бағасы 13 000 теңге деп жазсаңыз, ол никак продажа болмайды. Оның да өзінің нелері бар да, тәсілдері, схемалары, формуласы бар деген секілді. Жалпы продажда ол мынандай 4-5 бөлімнен тұрады, оны әркім әртүрлі айтады. Енді біздің жағдайымызда бірінші приветствие, яғни адаммен сөйлесу, амандасу деген секілді. Екінші боль ашу, боль жабу, үшінші бізде презентация, и төртінші бізде продажа бөлімі тұрады. Бұл 4 бөлімнің бір-бірінен бөлек-бөлек тұру керек негізінде. Бөлек-бөлек болады. Енді сіз клиентпен сөйлесіп отырғанда біліп отырасыз ғой, қай жағдайындасыз деген сияқты. Енді жақсы. Переписка бөліміне келетін болсақ, мысалы, сізге міне келді, клиент келді, мынау сіздің уже соттыңыздың экраны, бағасы қанша деп клиент келді сізге. Сіз бұл жерде енді бағасы қанша деп келген уақытта бірінші сатуда бірінші ереже бар да, клиенттің сұрағын ешқашан игнор жасамауыңыз керек. Никогда. Бұл жерде бағасы қанша деп клиент сұрақ қойып тұр сізге. Сіз осы сұраққа жауап беруіңіз керек. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Менің есімім Нұрдәулет болады. Артамед Груп компаниясында осындай эксперт маманы боламын. Жақсы, или Артамед Груп компаниясында ортопед маманы боламын. Ханым немесе мырза бағасын сұраған екенсіз. Понимаете да? Сіз мына сұраққа бірінші жауап беруіңіз керек. Бағасын сұраған екенсіз, бізде корсеттердің немесе бандаждардың 5.000 теңгеден басталып 50.000 теңгеге шейін бағалары әртүрлі, сапасына байланысты. Грыжаға, протрузияға, бүкірлікке, арқасы ауырып қалғанға, после авария осылай бөлінеді. Мен сізбен 1-2 минут уақытыңызды алып сөйлесейінші, сізге қай корсет немесе қай бандаж көмектесетінін нақты біліп болғаннан кейін мен сізге нақты ұсынамын, осыны алсаңыз болады деген секілді. Деп, уже сіз мынау корсеттің бағасын, уже бағасы қанша деген сұраққа жауап бересіз осылай. И дальше арқылы өзіңіздің сұрағыңыз қоясыз. Сізде қандай жағдай? Бүкірлік байқалады ма, или грыжа бар ма, или сколиоз бар ма деген секілді. Сіз осылай артынша, сіз отдел продаж дегеніміз, продажник дегеніміз ол консультант емес. Консультант дегеніміз сіз сұрақ қоясыз, мысалға, ол мысалы Теле2-да, Каспийде сіз бір сұрақ қойсаңыз, звондап, ол сізге консультация береді. Мынандай деген сияқты. Бұл продажник дегеніміз ол клиенттерді көп сөйлететін адам. Клиентке сұрақ қойып, продажаға алып келетін адам да. Понимаете да? Міне, бағасы қанша десе, қалай жауап береміз дегенге жауап айтып жатырмын да, мысалға. Бағасын сұраған екенсіз, өзіңіз таныстырасыз, міне, приветствиені айттыңыз. Менің осы есімім Ибадуллаев Нұрдәулет, Артамед Груп компаниясының ортопед маманы болам. Жұмыс істеп жатқаныма қазір 4 жыл уақыт болды. Бағасын сұраған екенсіз, бізде бағасы 5.000 теңгеден басталады, 50.000 теңгеге дейін. Қазір уақытта бізде үлкен акция болып жатыр. Біреуде грыжасы бар, біреуде сколиоз, біреуде бел ауырады, осындай. Сізде қандай жағдай? Мен сізге кішкене 1-2 минут уақытыңызды бөлсеңіз, көмектесер едім. Понимаете, да? Ал егерде уақытым жоқ дейтін болсаңыз, мен сізге полный бәрін жіберейін деген сияқты айтуыңыз керек. Жақсы ма? Бұл бағасы қанша дегенге жауап осы болады. Дальше арырап клиент айтады. Енді боль ашу дейміз. Так, енді бұны былай келтірсек болады. Енді клиенттің болін ашуымыз керек. Мысалы, сіз базарда жүрсіз. Жан-жағыңыздың бәрі бутик, допустим, да, мысалы. Сіз бір бутикке кіресіз, арғы бетте продавец тұрып қасыңызға келіп, не іздедіңіз, қандай киім іздедіңіз, тойға іздедіңіз бе, әлде повседневкаға ма деген сияқты қылып сұрайды сізден. Сіз сосын айтасыз, тойға барсам ба, костюм шалбар іздеп жатырмын, білмеймін, көйлек іздеп жатырмын деген сияқты. Міне, бұл продавец сіздің болыңызды ашып жатыр. Боль ашу дегеніміз сізге не керек соны анықтап жатыр да. Сосын сізге айтады, жақсы, тойға баратын болсаңыз, онда мына костюм шалбар жақсы. Қаншаға іздеп едіңіз? 30 мыңға, онда 30 мың теңгеге мына пиджак жақсы деген сияқты сіздің болыңызға байланысты ұсынады. Понимаете, да?
міне сол кезде сіз ана продавецтен сатып аласыз. Бұл бір мысалы. Екінші мысалға, допустим, сіз футбол ойнап жүрдіңіз, білмеймін енді, бір ойын ойнап жүрдіңіз да, құладыңыз да, аяғыңыз қайырып қалды, ісіп кетті аяғыңыз. И бір врачқа бардыңыз. Сөйтіп келеді да, сізге врачқа есіктен кірдіңіз, саламатсыз ба дейді, врач саламатсыз ба деп айтасыз. Аяғыңыз көреді да, бұл сразу гипс дейсе, сіз гипс жасаймыз, аяғыңыз сынып кеткен десе, уже сіз қорқасыз, ойбай, басқа врачқа барайын, что-то мынау біртүрлі сияқты деген сияқты. Тура сол сияқты бізде сондай, сізге клиент келеді, бағасы қанша деп келеді клиент. Сіз сол кезде айтуыңыз керек та, сізде не жағдай, грыжа ма, сколиоз ба? Тура жаңағыдегі аяғыңыз ауыртып келіп отырған врач айтады, не болып қалды? Қай жерде құлап қалдың? Қашан құладың? Футбол ойнап жүргенде құладың ба? Жүр кетіп барып, рентгенге түсірейік, МРТ-ға түсірейік дейді. Сосын МРТ-ға рентгенін көріп отырып, сізге гипс жасайық десек, сіз жарайды, гипс болса гипс сынған екен деген сияқты. Міне осылай да. Тура сол секілді боль ашу дегеніміз мысалға мынандай. Допустим, бізге клиент келді, бағасы қанша деді, тура жаңағыдай жауап берді. Кімге іздеген едіңіз? Не жағдай деген сияқты. Грыжа дейді клиент. Менде грыжа бар белімде, екі жерден, соған іздеп едім дейді. Жақсы, грыжа дейсіз ба? Грыжаның пайда болғанына қанша уақыт болды? Бұрын осы грыжа пайда болғалы бері сіз бандаж киіп көрдіңіз ба? Деген секілді сіз дальше арғырап мына болын анықтауыңыз керек та, былай жан-жағынан мысалға ше, сіздің негізі жасыңыз қаншада? Деген секілді сондай сұрақтар қою арқылы біз больді ашамыз клиенттің. И клиент айтады сол кезде, мынандай болған, андай болған, былай болған, жақсы, мынандай. Бізде подкаст форматында осы грыжа тақырыбына полностью дайындағанбыз, сол жақтан көріп аласыз да. Одан кейін айтасыз, грыжа болса ол былай болады, грыжа болса ол былай болады. Оның алдын алмасаңыз операцияға барасыз. Енді былай жүре беруге болмайды. Қазіргі уақытта осындай бір бандаж бар. Міне сіз көрдіңіз бе? Больді аштыңыз клиенттің. Клиенттің болын ашу дегеніміз, ол сізге ашылу керек қой. Ол сізге сіздің сатып жатқан затыңызды не үшін алып атқанын айту керек қой, былайша айтқанда. Не үшін алып атқанын сіз аша алуыңыз керек қой клиентті. Понимаете да? Енді осы жерде бұл қалай больді ашамыз деген сұрақ туындайды. Адамға сұрақ қою арқылы больді ашамыз да. Ал енді бізде қазір осы обучение бөлімінде қалай сұрақ қоямыз жайында ол бөлек бір видео болады, сол жақта айтамыз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, мына боль ашуымыз қандай жағдайда боль ашады клиент. Клиент сізге сенген уақытта болін ашады. Вообще, клиент егер де сізге сенсе, сіз өзіңіздің ол адамның сенімін алу үшін, сіз өзіңіздің дауысыңыз сенімді болу керек. Понимаете да? Сіз егер де мяулап тұратын болсаңыз, ол клиент ашпайды. Сразу сіз өзіңіздің эксперт ретінде көрсетіп, өзіңізге сенімді айтсаңыз, мынандай деп айтсаңыз, ол кезде ол клиент сізге болын ашады. Сізге сенген уақытта ғана клиент болын ашады. Понимаете да? Осы жерде екі вариант бар. Сіз өзіңіздің бірінші сіз эксперттілігіңізді айтып, эксперт болып өзіңізге сендіресіз, яғни мен ортопед маманмын деген сияқты. Бірінші вариант осы. Екінші вариант компанияны айтып сендіресіз. Мысалға, бізде андай Ортомед Групп компаниясы қазіргі уақытта 4 жыл болды жұмыс істеп жатқанымызға, біз 200 мыңдай уже адамға нақты көмектестік деген секілді. Алматы қаласында филиалымыз бар. Қажет десеңіз видеозвонокпен сөйлессеңіз болады. Мен сізбен сөйлесуге дайынмын деген секілді. Осында екі вариант бар. Клиент сізге осы екі вариантта сенеді. Ал эксперт дегеніміз, мен ортопед маманмын, барлығы жағынан мен нормально жауап бере аламын, сізге көмектесе аламын деген сияқты осындай сенімділігін алсаңыз болады. Осындай сенімділігін алған уақытта ғана клиент сізге өзінің болын ашады. Клиент сізге өзінің болын ашқан уақытта ғана сізде продажа болады. Ал егер де сізге клиент болын ашпаса, онда продажа болмайды. Осы жерде өте тонкий мәселе бар. Өте ондай бір. Осы жерде нормально болса барлығы, болды, ары продажа болады сізде 100%. Ал егер де осы жерде сіз болын ашамайтын болсаңыз, ат үсті қарайтын болсаңыз, онда продажа болмайды. Продажа қай уақытта болады бізде? В основном переписка, клиентпен сөйлесесіз. Негізі бірінші бізде көп продажа болады. Мысалға бізде опыт айтамыз да. Сіз егер бізге жұмысқа кіріп жатсаңыз, кейбір отдел продажаларға бізге уже қараңыз 50 лид, 60 лид келіп кетеді. Ондай жағдайларда біз 50 адам жазып жатыр, 60 адам жазып отырса, біз айтамыз, сен тек қана перепискамен сөйлесе бер. А то үлгере алмайсың звондап. Сен 50-60 адамға звондап үлгере алмайсың ғой, сен одан да тез перепискамен, каждыймен нормально сөйлесіп,
продажалар шығарып алған жақсы да мысалға. Қараңыз, егер де сізге 20-30 адам жазатын болса бір күнде, ол адамдармен сіз сразу звонок жасауыңыз міндетті. Звонок жасауыңыз керек. Яғни барлығы бізде по-человечески факторды қарап көреміз. Қай жерде не болып жатыр, қандай болып жатыр деген сияқты. Біз айтпаймыз ғой, 60 адамға сіз перепискамен егер бәрімен четко сөйлесіп, продажаңыз шығарып, өзіңіздің ақшаңызды тауып отырсаңыз ешқандай проблема жоқ. Ал егер де 20-30 адам жазатын болса, сіз барлығына звонок жасауыңыз керек бірінші. Звонок жасасаңыз, продажа конверсиясы көп болады звонокта. Одан кейін видео звонок жасасаңыз көп болады, одан кейін амал жоқ, переписка. Бізде перепискамен сөйлеседі. Көп адаммен сөйлесу үшін. Қараңыз, енді бұл сабағымыз почти аяғына жақындап қалды, бірақ боль ашу. Понимаете, мына вообще бірінші контакты, мысалы қыз болсаңыз, ұл болсаңыз, адамның бірінші кездесуі өте маңызды. Мысалы сіз егер де өміріңізде болған шығар, бір адаммен бірінші кездескенде бір нашар ощущение қалдырып қалса, ол адаммен на будущее солай болып кетеді да. Сол сияқты бұл продаж дегеніміз сондай да. Сіз бірінші мына клиент бағасы қанша деп келді, сіз мына жерде дұрыстап жауап бермесеңіз, бұл бірінші касание болып тұр. Сіз бен клиенттің орталарыңызда бит бірінші касание. Міне осы жерде сіз дұрыстап жауап бермесеңіз, онда бот сізде уже қиын мына жақтың барлығы. Ары қарап мына жақтың бәрін дұрыстағанмен жұмыс продажа болмайды. Одан кейінгі мынадан өтсеңіз, уже боль ашу, боль жабу. Клиенттің болін ашу ол өте маңызды. Жаңа айтқанымыздағыдай, клиент сіздің товарыңызды не үшін алып жатқанын сіз білуіңіз керек. Бүкірлік деді ма? Жақсы, сіз онда бүкіріп жүргеніңізге қанша уақыт болды? Осы бүкірліктің алдын алу үшін бұрын корсет тақтыңыз ба деген секілді осындай сұрақтар. Сізде бүкірлік бар екен, жасыңыз қаншада, сіздің жұмыс стиліңіз қандай, бір орында отырып жұмыс жасайсыз ба деген секілді нелер бар да бізде. Сұрақтарды қойып отыруыңыз керек. Ал енді бізде боль жабу деген бар. Міне айттық қой, приветствие, боль ашу, боль жабу. Боль жабуда сізге біз полностью алдыңызға парақ беретін боламыз. Текст, жазылып қойған текст. Сол текстқа қарап отырып, клиентке айтып, проблема емес деп ойлаймын. Енді презентация бөлімі на будущем басқа сабақтарды айта береміз. Осымен бүгін біздің 5-ші сабағымыз аяқталды.